кез келген адам жадысын дамыта алады. Мысалы, мен Махамбеттің бір кітабын түгел жатқа білемін. Минутына қазір 3500 оқимын. Бір қараған кезде ол 3500 қалай деп жатады. Қайырлы күн, достар. Неге достар деп айтып отырмын? Себебі сіздер менен 2 жас немесе 3 жас кішкентай болуларыңыз мүмкін. Менің жасым 19-да. Өзім таныстырайын. Алдымен менің есімім Айнұр. Жалпы қазір бүкіл Қазақстан бойынша жадыны дамыту және жылдам оқу бойынша онлайн түрде сабақ беретін мега жады интеллекті дамыту орталығында жылдам оқу бойынша сабақ беремін. Жалпы жылдам оқу мен жадыны дамыту ол егіз. Қазір сіздер ұбт-ға дайындалып жүрсіздер, кішкене стресс, оқитын материалдар көп, оның барлығын бір оққаннан есе сақтап қалу керек, немесе қайталай беруге тура келеді. Сондықтан қазір сіздерге бір керемет 3 әдіспен бөлісейін деп отырмын. Бұл 3 әдіс сізге қашан көмектеседі? Тек өзіңізді жай барақат еркін сезінгенде ғана. Жалпы сіздер қазір ұбт-ға дайындалып жатырсыздар, мида кішігірім стресс. Стресс деген не? Кейбіреулер ойлайды, стресс деген бір қатты қайғырып жатып қалу деп. Ондай емес, бізде негізі стресстер де бөлінеді, жай стресстер и күрделі стресстер. Мысалы, қазір сіздер әр тест тапсырып жүрсіздер, пробный тапсырасыздар. Сол кезде енді өзіңіз қаламаған балды алсаңыз болды. Ол миға кәдімгідей стресс. Сол стресстер жиналып, үлкен бір ауруға алып келуі мүмкін. Сондықтан да айтар едім, сабақ дайындалған кезде ешқашан стресспен оқуға болмайды. Стресспен оқысаңыз, жалпы стресс деген не? Мысалы, мына жерде бір нейрон біздің бүкіл іс-әрекеттеріміз, қимылымыз, даже өмірімізді миымыз басқарады. Ми ол нейрондардан тұрады. Мысалы, бір нейрон, ал мынау екінші нейрон. Осы екі нейронның арасында байланыс болғанда ғана сізде жады қалыптасады. Ал енді көңіл күйіңіз болмай, сіз бір стресс қысып тұрса, бұл нейрондардың арасында байланыстар просто жүрмей қалады. Олар жүрмесе, сіздің жадыңыз да сәйкесінше нашарлайды. Сондықтан тек көңіл күйі жақсы болған кезде ғана сабақ оқу керек. Енді көңіл күйім қашан жақсы болады екен деп сабақ орындай қоймауға да болмайды. Бірақ сонда да тек бір алдымен көңіл күйді көтеріп алу керек. Көңіл күйді көтеру үшін міндетті түрде спорт, энергия жинап алу керек. Сосын жақсы музыка тыңдап, айналаңыздағы адамдарға барынша махаббат беру керек. Сол кезде көңіл күй көтеріледі. Бұл туралы сіздер мега жадының YouTube каналынан негіз толық ақпарат ала аласыздар. Стресстен ми арылғаннан соң сіздің кәдімгідей сабақ оқуға деген ынтаңыз арта бастайды. Жалпы жадыны дамыту ол 3 тәсіл бар ол кезде. Біріншісі ассоциация, екіншісі локация, үшіншісі цицерон. Мысалы, қазір тарих пәнінен конспект жазасыздар. Түрік қағанаты, түргеш қағанаты, қазақ хандығы 1465 жылы құрылды. Қозыбасыда, Алаш, тағы не дейміз, Тәуке хан, не көп хандар көп. Әр ханның өзінің бір елді басқару үлгісі болды. Оның барлығы ертең ОБТ-да келеді. Без конца конспект жазып жатырсыздар, даталарды қызылмен бояп жатырсыздар. Бірақ ол күнделікті жазуды көре бергенде соң ми одан жалығады. Негізі есте сақтаудың ең күшті тәсілі ол ассоциация. Мысалы, күн деген жазу тұр. Күн деген жазуды оққаннан көрі бізге кәдімгідей күннің суреті тұрса, бірден түсінікті болады, дұрыс па? Мысалы, бірден күннің суреті тұрса, біз оны жеңіл қабылдаймыз, ал күн деген жазу болса, енді оны біраз ойлануға мидың да уақыты кетеді. Сондықтан да әсіресе тарих пәнінен дайындалған кезде кез келген, мысалы, сандар болсын, барлығын ассоциациялау керек. Ассоциация дегеніміз кәдімгі бір сөйлемді суретке айналдыру. Себебі біз айналамыздағы ақпараттың 80%-ын көзіміз арқылы қабылдаймыз. Сондықтан кез келген адамда визуалды түрде жады өте жылдам қабылдап алады. Сондықтан да тарих пәнінен немесе басқа пәндерден даже сандарды да ассоциациялауға болады. Мысалы, 4 неге ұқсайды? Ол орындыққа ұқсайды. Міне осылай даже формулаларды да ассоциация тәсілмен жаттауға болады. Ассоциация енді өте үлкен ауқымды тақырып. Біз оны бір ай бойы жадыны дамыту сабақтарында береміз. Бірақ YouTube-қа да тегін салып тастағанбыз. Мега жады ассоциация тәсілі деп жазсаңыз YouTube-қа бірден шығады. Сол арқылы полный көріп, түсініп аласыз. Бірақ бұлар қашан көмектеседі? Тек
көңіл күйіңіз жақсы, денеде ешқандай стресс жоқ жағдайда ғана көмектеседі. Қазір ұбт-ға дайындалып жүрсіздер, стресс болады, ма-папаңыздың әңгімесі бар, мектептен әртүрлі тексерістер, жинай алмай қаласыңа, ұбт-ға бармай-ақ қой. Осындай сөздер келеді. Енді ұбт-ға дайындалған кезде қалай дайындалу керек? Мен өз тәжірибеммен. Себебі мен осыдан 3 жыл бұрын ұбт-ты тапсырдым. Ұбт-ты тапсырған кезде енді оған кәдімгідей дайындалдым. Себебі мен дарын мектебінде оқыдым, ол кезде енді дайындалу біраз қиындау болатын. Себебі айналамда барлығы жақсы оқитындар, олармен жарысып отыру керек. Барлығы керемет университеттерді армандап жатыр. Енді олардан қалып қойсаң, тоже позор деген сияқты. Негіз барлығымызды қазір сол позор күші ұстап тұр ғой. Ой, ұбт-ты тапсырып универге түсе алмай қалсам, ауылда қалып кетсем, позор, ой, ананың баласы универге түсе алмай қалыпты деген сөздер болады деп. Барлығын содан қорқып жүрсіздер ғой. Оның барлығы кәдімгідей стресс. Одан арылу керек. ұбт-мен ештеңе шешілмейді. Тек қана өмірге, нақты мамандығыңызға ғана бейімделу керек. Мен ұбт-ға дайындалған кезде көбіне жеке дайындалатынмын. Себебі сыныпта отырам, сыныптың өзінде 26 оқушы енді ұбт-ға дайындалатқан кезде біреу бірдеңені сұрайды, тарихтан біреу бірдеңені түсінбейді, математика, есеп, геометрия, оның ішіне планиметрия, тем более физика таңдағандар көп. Всегда класстың ішінде формула, күш бірдеңе деп атады. Сосын ол кезде адамның назары бөлінеді. Мысалы, сіз тек сабақ оқып отырсыз, айналаңызда біреу жүріп кетіп бара жатса, немесе үйде қозғалыстар жасап жатса, оның өзі назардың екі жаққа бөлінуіне алып келеді. Мысалы, сіз қазір сабақ оқып отырсыз, ана жақтан біреу жүріп кетті, назарыңыз екі жаққа қарай бөлінді. Мысалы, 100%-дық назар деп алатын болсақ, сол кезде екі жұмысқа 10% ғана назарыңыз бөлінді. Демек, сіз 100%-тік потенциалдың тек 10% қолданып отырсыз деген сөз. Ол деген уақытыңыз просто кетіп жатыр. ұбт-ға дайындалған кезде көбіне кеңес беретін тек жеке отырып дайындалу керек. Жеке өзіңіз бүкіл назарыңызды бір сабаққа қойып. Біздің назарымызды алатын ең үлкен проблема ол уведомление. Телеграмнан келеді, инстаграмнан біреу прямой эфирға шықты, тезірек кіріп ал, ватсаптан келеді. Сабаққа дайындалған кезде тек қана бір сабаққа назар қойып, барынша басқа заттарды өшіріп тастау керек. Сол кезде нәтиже жақсы болады. Мен ұбт-ға дайындалған кезде көбіне ютубтан қарайтын. Себебі тест талқылаулардың неше түрлі материал, математикада неше түрлі формулалар, мысалы әдебиеттен тест кітапшаларын талдап қоятын. Мен ұбт-ға баратын кезде әдебиет және дүниежүзі тарихтарын таңдадым. Енді әдебиет деген дүниежүзі тарихы біраз қиындау болды. Себебі не көп, бүкіл әлемнің тарихы, бүкіл әлемде әртүрлі тарих. Қазақстан тарихының өзінде куча информация, ал енді бүкіл әлем тарихын білу керек. Еще әдебиет, бір ақынның 50 шақты өлеңі бар. Бір өлеңінің ішінен бір кейіпкерді сұрақ етіп қойып қояды. Біраз дайындалу керек болды. Тек қана ассоциация тәсілмен ғана дайындалу, ол ең күшті вариант. Сосын мен сабақтың үстінде тек қана кітапханаға кетіп қалатын болдым. Кітапханада бір өзім отырып, кітаптардың ішінен ақтарып, тест кітапшаларын талдап, тақырып бойынша оқып, өзім сурет салып жатып. Негізі сурет салу бойынша қабілетім жоқ, бірақ ассоциация үшін сурет салу керек болды. Сондықтан бір өзім отырып дайындалдым. Енді ұбт-ға барған кезде тоже стресс қысты, себебі бір күн бұрын ауырып қалғам, стресс қысқан, оқу сауаттылығынан 4 сұрағым қате кеткен бірден. Солай енді бірақ 118 балмен шықтым. Ол Қазақ ұлттық университетіне жетіп тұр. Журналистика факультетіне тапсырам деген, бірақ түсе алмай қалдым. Артынан филология факультетінде оқыдым. Бірақ айтар едім, университет деп қатты армандап жатырсыздар ғой. Грант үшін түсіп мүлде керек емес. Тек болашақта өзіңізді сол мамандықпен көрсеңіз ғана түсу керек. Қазір мысалы группаластарыма қараймын. Мысалы группаның ішіне қанша 23 студент, біздің мамандығымыз мұғалім. Енді мұғалім боласың ба десең, ешқайсысы жоқ. Бірден айтады, жоқ, мұғалім болам. Енді біздің мамандығымыз мұғалім ғой, не үшін оқып жатырсың десек, просто диплом үшін енді ары қарай көре жатармыз. 4 жыл оқиды, уақыты кетеді, сосын кейбір жұмысқа түскендер айтады, это не мое деп шығады. Сондықтан қазір сіздерде шанс бар, прям табиғатыңызға жақын, өзіңіз рахаттанып істейтін мамандықты таңдап алу керек. Енді Алматыға
жалпы ұбт тапсырудағы тағы бір мақсатым бірі ол Алматыға келу болатын. Себебі Алматыға келсем, вообще басқа мүмкіндіктерді көрем, басқа мүмкіндіктерді ұстайым біреуін, сол арқылы дамайым деп жоспарлағам. Негізі солай болды. Жақсы тақырыптан ауытқымайын. Енді менің бұл беріп атқандарым просто сіздерге 3 жыл бұрынғы тәжірибемнен алынған. Өзім кейбір жерлерін минус көрем, ал плюсы бұл тек жеке өзіңіз ғана отырып дайындалып, мектепке барып, апайлармен сыныптың ішінде шулап, біреулер назарды аударып, мысалы, вообще керек емес. Тек өзіңіз отырып, тек ютубпен дайындалыңыз. Ютубта көп информация, тек дұрыс іздей алсаңыз болды. Онлайн дайындалғаннан басқа пайда жоқ. Даже мектептердегі мұғалімдердің өзі бізді онша қатты дайындалтырды деп айта алмаймын. А ютубта ең жақсы мамандар жүр. Сондықтан ютубпен дайындалуды мен сіздерге кеңес берер едім. Жадыны дамыту үшін, жалпы негіз кез келген адам жадысын дамыта алады. Мысалы, мен Махамбеттің бір кітабын түгел жатқа білем. Ол менің ерекше болғаннан емес, просто мен ассоциация тәсілімен қолданып өлеңдерді жаттап алғам. Енді минутына қазір 3500 оқимын. Бір қараған кезде ол 3500 қалай деп жатады. Жылдам оқуда бүкіл сөздер оқылмайды, тек кілт сөздер. Мысалы, тарихта кілт сөздер, даталар, орындар, мысалы, қозы басы, тауы деп жатады ғой. Вот сол жерлері кілт сөздер болып есептеледі. Жылдам оқуда бүкіл сөздер оқылмайды. Кез келген адам жылдам оқи алады. ұбт-ға сіздердің дайындалуларыңыз үшін ютубта тегін материалдар тұр. Тек кіріп, нормально іздеп, дұрыс іздеп, оны практика жасау керек. ұбт негізі өте оңай, просто жеке отырып дайындалсаңыздар болды. Жақсы, олай болса, ютубтағы сабақтарын көріңіздер, инстаграмда біраз материалдар алыңыздар. Жалпы дамудың шегі жоқ. Просто даму керек.